Бүгінгі талқылайтын фильмнің аты The Amazing Spider-Man, ал қазақшасы керемет өрмекші адам. 2012 жылы жарық көрген бұл туынды жай ғана супер қаһарман туралы емес, мағынасы тереңде жатқан фильмдердің қатарында. Көпшілік адамдар супер қаһармандар туралы фильмдерді тек экшн немесе қызықты шайқастар үшін көреді. Бірақ кейбір супер фантастикалық фильмдерде сіз ойлағаннан да терең мағына болады. Сол себепті талқылау үшін осы фильмді таңдап отырмын. Бірден айта кетейін, бұл фильм тек өрмекші адам туралы емес, керісінше адамның өзін табуы, жасаған таңдауы, және сол таңдау үшін жауапкершілік алу туралы туынды. Және ең маңыздысы, бұл фильм өрмекші адам туралы емес, Питер Паркер есімді қарапайым жасөспірім туралы. Фильмнің басында біз Питер Паркерді қарапайым жасөспірім ретінде көреміз. Ол ата-анасынан ерте айырылған. Сол себепті Питерді Бен есімді атасы мен Мэй есімді әжесі тәрбиелейді. Бірақ Питер ата-анасының себепсіз кеткенін ешқашан ұмытпайды. Оның ішіндегі ең үлкен сұрақ, неге олар мені тастап кетті? Ал бұл сұрақты мен қайдан шығардым? Бұл сұрақты жайдан-жай айта салғаным жоқ. Негізінен дәл осы сұрақ Питерді өрмекші адамға айналдырды. Себебі фильмнің басында бізге Питердің кішкентай кезін көрсетеді. Тіпті ата-анасын да. Бірақ ата-анасы осы көріністе Питерге ештеңе түсіндірместен екеуі де кетіп қалады. Міне осыдан кейін Питер оларды ешқашан көрмеді. Сөйтіп арада бірнеше жылдар өтіп, Питер неге олар мені тастап кетті деген сұрақпен өседі. Және жеткілікті түрде ересек адам болғаннан кейін дәл осы сұрақтың жауабын іздей бастайды. Міне осы сұрақтың жауабын іздеп жүріп, ол Oscorp компаниясына жасырын түрде кіреді. Және өрмекші адам болып шыға келеді. Бірақ Питер бұл супер қабілеттер туралы ешқашан сұрамаған. Тіпті алдағы уақытта бұл қабілеттерді ол қарғыс ретінде қабылдай бастайды. Себебі ол алдағы уақытта сүйікті қызы Гвен Стейсиден айырылып қалады. Жақсы, бұл екінші бөлімінде болады, мен бірінші бөлімін талқылай берейін. Солай бұл сұрақ бүкіл фильмнің негізгі қозғалтқышына айналады. Сонымен түсінген боларсыздар, Питер өз өткенінің жауабын іздеп жүрген адам. Сондықтан оның зертханаға баруы және әжесінің әкесінің құжаттарын қарауы бұл жай қызығушылық емес, өзінің кім екенін түсінуге деген талпыныс. Мысалы, әр адамның өмірінде жауапсыз қалған сұрақтар болады. Кейбір адамдар ұмытып кетуге тырысады, ал кейбіреулері сол сұрақтардың жауабын таппайынша алға жылжи алмайды. Питер дәл сондай кейіпкер. Сөйтіп Oscorp компаниясына барған кезде оның өмірі күрт өзгереді. Өрмекші шаққаннан кейін оның бойында ерекше қабілеттер пайда болады. Дәл осы сәттен кейін көптеген фильмдерде кейіпкер бірден батырға айналады. Бірақ бұл фильмде бәрі басқаша. Алғашқы күндері Питер өзінің ерекше күштерін қызық сияқты көре бастайды. Ол қабырғаға өрмелейді, биіктіктен секіреді, өзінің мүмкіндіктерін сынап көреді. Бұл кез келген жасөспірімнің әрекеттеріне сай келеді. Әрине, егер қарапайым адам бір күнде ерекше күшке ие болса, ең алдымен қызық үшін пайдаланады. Кім бұлай істемейді дейсің? Егерде мен осында қабілеттерге ие болсам, 24 сағат бойы қызықтап жүруге дайынмын. Міне дәл осы шынайы әрекеттер өрмекші адамды ерекше етеді. Және Питер бірден мінсіз адам болмайды. Ол қателеседі. Ашу ызаны шақыратын эмоушнге беріледі. Кейде өз пайдасын ойлайды. Сондықтан көрермен оны жай супер қаһарман емес, кәдімгі адам ретінде қабылдайды. Сонымен қатар, Питердің атасының кейіпкері маңызды. Яғни Бен ағай. Ол Питерге өмір туралы үнемі ақыл айтып жүреді. Бірақ оның сөздерінің ең маңыздысы жауапкершілік туралы ойы. Бен Питерге адамның жасаған әр әрекетінің салдары болатынын түсіндіруге тырысады. Еркіндік пен жауапкершілік әрқашан бірге жүреді. Егер адамда мүмкіндік болса, оны қалай пайдаланатыны маңызды. Өкінішке қарай дәл осы сөздердің мәнін Питер бірден түсінбейді. Бірақ әрине, ол кезде Питердің 18 жасар жасөспірім болғанын ескеру қажет. Дүкендегі оқиға осы сөздерінің дәлелі болады. Мысалы, дүкендегі ақшаны жымқырған ұрыны ұстауға Питер көмектеспейді. Осы Питердің шешімі көп ұзамай үлкен қайғы болып оралады. Назарбаев пен Тоқаев қазақтың байлығын тонаған секілді, дәл мына қарақшы да дүкеннің ақшасын ұрлап қашып бара жатып,
ол Бен ағайды өлтіреді. Бұл фильмдегі ең ауыр сәттердің бірі. Питер сол кезде бір маңызды құндылықты түсінеді. Кейде адамның 1 минуттық шешімі бүкіл өмірін өзгертіп жібереді. Егер мен сол кезде дұрыс әрекет еткенімде, мүмкін бәрі басқаша болар ма еді? Бұл сұрақ Питерді өмір бойы мазалайды. Осы қайғылы жағдайдан кейін фильмнің бағыты өзгереді. Енді Питер ата-анасының құпиясын ғана емес, өзінің кінә сезімімен де күресе бастайды. Ол қылмыскерлерді іздеп, қала көшелерінде әділдік орнатуға тырысады. Бірақ басында ол Бен ағайды өлтірген қылмыскерді ғана іздейді. Бұл жерде басты шайқас сырттағы жаумен емес, адамның ішіндегі өкінішпен, өзін кінәламау туралы сезімдермен күреседі. Питер үшін өрмекші адам болу жай қызық үшін емес. Бұл өткендегі қатесін қайталамауға берген уәдесі. Сол себепті фильмнің алғашқы бөлімі супер қаһарманның дүниеге келуі туралы емес, қарапайым баланың үлкен жауапкершілікті алғаш рет сезінуі туралы. Ал фильмнің екінші жартысында оқиға Питер Паркерден бөлек тағы бір маңызды кейіпкерге ауысады. Ол ғалым әрі дәрігер Керт Коннорс. Бір қарағанда ол жағымсыз кейіпкер емес. Ол адамзатқа пайда әкелгісі келетін ғалым. Бірақ дәл осы жақсы ниеттері кейін үлкен апатқа келіп соғады. Керт Коннорстың ең үлкен арманы адамның жоғалған дене мүшелерін қайта өсіру. Өзінің бір қолы жоқ болғаны оны өмір бойы мазалайды. Сондықтан ол кесірткелердің өз мүшелерін қайта өсіре алатын қабілеттерін зерттей бастайды. Оның мақсаты өзіне және адамдарға көмектесу. Бірақ фильм дәл осы сәтте өте маңызды ойды айтады. Жақсы мақсаттың өзі дұрыс емес жолмен жүзеге асса, оның нәтижесі қауіпті болуы мүмкін. Сөйтіп Коннорс өзіне тәжірибе жасап көргеннен кейін, оның қолы қайта өседі. Алғашында бұл үлкен жетістік сияқты көрінеді, бірақ уақыт өте келе жасыл дәрі оның тек денесін ғана емес, санасында өзгерте бастайды. Сөйтіп ол кесірткеге айналады, және оның ойлау қабілеті өзгереді. Бұрын адамдарға көмектескісі келген ғалым, енді адамдарды әлсіз тіршілік иесі деп есептей бастайды. Оның ойынша, адамдардың барлығы өзі сияқты өзгеруі керек. Коннорс адамдарды күшті өзгерткісі келеді, бірақ ешкімнің таңдау құқығын ескермейді. Өзін ғана дұрыс деп санайтын адамдар өзгелердің пікірін қажетсіз көреді. Соның кесірінен жақсылық жасауға тырысқанның өзі зұлым әрекеттерге келіп соғады. Жалпы фильм ғылымның өзіне қарсы шықпайды, керісінше ғылымның адамгершілікпен бірге жүру қажет екенін көрсетеді. Питер мен Коннорстың айырмашылығы да осында. Екеуі де өте ақылды, екеуі де ғалым. Бірақ олардың айырмашылығы ерекше қабілетті қалай пайдалануында. Питер өз қабілеттерін адамдарды қорғау үшін қолданады, ал Коннорс адамдарды құбыжыққа айналдыру үшін. Фильмнің осы бөлімі ғылым, билік және жауапкершілік туралы терең ой қозғайды. Коннорс Питер секілді батырға айналуы мүмкін еді. Ол да адамдарды құтқара алатын еді, бірақ оның таңдауы зұлымдыққа бағытталған. Яғни бұл жерде таңдау мәселесі айтылады. Бізде әрқашан таңдау бар. Не жаман адам болу, не жақсы адам болу. Қазақстанның жемқорлары секілді бізде таңдау бар. Жемқорлар жаман жолды таңдады. Мысалы, біз бір жерден ақша жегіміз келген таңдауға тап болуымыз мүмкін. Бірақ жүрегінде мейірімділік пен жақсылық ниеттері бар адамдар әрқашан дұрыс жолды таңдауға тырысады. Міне адамның қандай тұлға болып қалыптасатынын тағдыр емес, өзінің таңдауы шешеді. Себебі Құдай бізге миды бекерден бекер берген жоқ, бізге ми берді. Ол мидың ішіне ақыл қосып берді. Осы ақылды біз ойлану керекпіз. Яғни таңдау жасаған кезде біз ойланамыз. Бары сол ғана. Бірақ ол таңдау жауыздыққа бейімделген бе? Әлде жақсылыққа ма? Біз оны өзіміз шешеміз. Міне басынан бастап айтып отырғаным содан. Бұл фильм таңдау туралы. Питер адамдарды қорғауға тырысады. Питер кесірткемен тек қаланы құтқару үшін емес. Сонымен қатар Коннорсты да құбыжықтан құтқарғысы келеді. Өйткені Питер Коннорсты әлі де жақсы адам деп есептейді. Бұл өрмекші адамның басқа супер қаһармандардан ерекшелігі. Олар адамдарға сенуді тоқтатпайды. Тіпті олар қателескен кезде де. Коннорстың құбыжығы да фильм соңында аяқталады. Ол соңында өз қатесін түсінеді. Ғылым арқылы адамдарды жетілдіремін деген арманы көптеген адамның өміріне қауіп төндіргенін көреді.
Ақыл адамның ең үлкен қаруы, бірақ ақылды адамгершілік сезімі басқармаса, ол ең қауіпті күшке айналады. Сондықтан бұл фильмді тек әсерлі шайқастар үшін ғана есте сақтау дұрыс емес. Бұл фильмнің ең үлкен күші көрерменге қарапайым, бірақ өмірлік маңызды ойларды қалдыруында. Ал бауырлар, осы бейне ұнаған болса арнаға жазылып, лүпіл басып, пікірге жазып кетіңіздер.